Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода сіздер үрленген бауырсақты қалай жасауға болатынын көретін боласыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаймыз. Ендеше кеттік. Ең басты шартымыз сүтіміз бен суымыз жылыдан ыстықтау болу керек. Енді табаға суымызды құямыз, сүтімізді құямыз, 1 қасық шекер, 1 қасық ашытқы және дәмі келгенше тұзды салып, және 1 қасық майонез салып қамырымызды илейміз. Қамырымызды әдемілеп илеп, өте қатты немесе өте жұмсақ болып кетпеу керек. Және қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қоямыз, қамырымыз көтерілгенше. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді біз қамырымызды алып, зуалаларға бөліп, әдемілеп жаямыз. Міне қамырымызды да жайып болып қалдық. Енді қамырларымызды пішіндерге келтіріп ойып алғамыз. Ойып алғаннан кейін қамырлар 5-10 минут тұру керек. Өйткені әдемілеп көтерілу керек. Міне дайын болған қамырларымызды тауадағы ыстық қызып тұрған майға салып, 2 бетін қызартып пісіріп аламыз әдемілеп. Міне менің үлпілдеген, үрленген балғын бауырсағым дайын болды. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Асел.